Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айбат. Бүгін Дарын онлайн каналында жаңа рубриканы жарыққа шығарғалы отырмыз. Алғашқы шығарылым Қазақтан шыққан топ 5 дарынға арналатын болады. Кеттік ендеше. Біздің рейтинг бойынша әлемге танымал қазақ дарындыларының көшін бастап тұрған ол әрине Димаш Құдайберген. 2017 жылы 27 наурызда Қазақстанның сүйікті әншісі Димаш Құдайберген Top Shines Music Awards номинациясын жеңіп алды. Ал 2017 жылдың сәуірінде Қытайда өткен Singer 2017 конкурсында екінші орынға ие болды. Әрине, бұл конкурс Димаш Құдайбергеннің бағын ашқанына сізді келісетін шығарсыз. Бұл конкурстан кейін әлемдік актер Джеки Чан Димашты өзінің үйіне қонаққа шақырып, қазақтың шапанына ие болған болатын. Әлемнің түкпір-түкпірінен Димашты сүйіп тыңдайтын өзінің шынайы жанкүйерлеріне Диарс, яғни қымбаттыларым деген атау берген. Екінші кейіпкеріміз Айсұлтан Сейітов. Айсұлтан 1997 жылы Алматы қаласында дүниеге келген режиссер, клипмейкер. Қазіргі таңда ТМД және де өзге әлем елдеріндегі танымал жұлдыздарға клип түсірумен айналысады. Айсұлтан Нью-Йорк кино академиясын режиссер мамандығымен бітірген. Оқып жүріп, Нью-Йорк кино фестивалінде үздік режиссер номинациясын жеңіп алған. Джа Халиб Есличо Баханың Медина әніне түсірген бейнебаяны Қазақстанның тарихындағы ең қымбат клипке айналды. 2019 жылдың наурызында Айсұлтан Вдудь бағдарламасының қонағы болды. Бүгінде Айсұлтанның қоржынында Шибөрі қысқа метрлі фильмі мен Харизма деректі фильмі бар. Скриптонит Әділ Жәлелов қазақстандық рэп орындаушы, битмейкер, Газголдер лейблінің бұрынғы орындаушысы. Газголдер компаниясымен келісімге тұрмай-ақ, Скриптонит бірнеше хиттар шығарып, олардың барлығы халыққа жол тартқан болатын. Трэп музыканы орындаушы ретінде жақсы танылған Скриптонит 2015 жылы Даша Шарушамен бірге Космос әнін жазады. Бұл ән iTunes шартында көш бастап, 2015 жылдың үздік 50 әні қатарында The Flow сайты бойынша 22-ші орынды иеленді. Скриптониттің қатысуымен түсірілген Лед және Миллионерис Трюшоп әндерінің бейнебаяндары YouTube'та миллиондаған көрсетілімге қол жеткізді. Атың шықпаса жер өрте дейді қазақта. Бірақ та жер өртемейді, талантымен танылған қарапайым қазақ қаншама. Солардың бірі Иманбек. Толық есімі Зейкенов Иманбек Маратұлы. Павлодар облысының Ақсу қаласында дүниеге келген. Бүгінде Қазақстанда, Ресейде және де Украинада Иманбек Music лейблімен танымал қазақ продюсері. Өздеріңіз білесіздер, Иманбек Розыс әніне ремикс жасау арқылы халықаралық деңгейде танымал болды. Сіз білесіз бе, Иманбек 8 жасынан бері гитарада ойнайды және де 17 жасынан бастап ремикс жаза бастаған. Америка құрама штаттары ұлттық өнер және дыбыс жазу академиясы Иманбек Зейкеновті үздік ремикс категориясы бойынша Грэмми марапатымен марапаттады. Грэммиді табыстау рәсімі 31 қаңтар күні өту керек болған. Алайда пандемияға байланысты онлайн түрде 14 наурызда өткізілген еді. Бірнеше блогерлер бірігіп, контент дайындайтын баспананы TikTok House деп атайды. Жалпы, контент дайындаушы авторларды бір баспананың астына жинап, олардың күш-қуатын біріктіру YouTube'тан бастау алған. Қазақстандық TikTok House'тар Bip House, Yolo House бұл Асхат пен Азат Халимовтерге тиесілі. Азат Халимов TikTok баспананы бәстесу арқылы құрған екен. Өткен жылдың қыркүйегінде Yolo House'тың жазылушылар саны 20 миллионға жеткен. 20 миллион жазылушы жиналған Yolo House әлем бойынша ең көп жазылушысы бар TikTok House қайналды. Бұған дейін бұл рейтингтің басын америкалық Hype House бастап тұрған болатын, алайда қазақтар оны басып озды. Топ 5 рубрикасын қазақстандық TikTok House жайлы қызықты ақпараттармен аяқтаймыз. Міне, біз ұсынған топ 5 дарындылар тізімі осымен аяқталды. Ал сен бұл тізімге тағы кімді қосар едің? Комментарийге ойыңмен бөліс. Кездескенше күн жақсы.